Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін банкада ас әзірлейтін боламын. Ең алдымен қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге етімізді маринадтап аламыз. Ол үшін томат пастасын және үккіштен өткен чесногымызды қосып араластырып аламыз. Енді осыған соевый соусымызды қосып, араластырып, жарты сағатқа бетін жауып тындырып қоямыз. Енді осы етімізді құрғақ банкамызға саламыз. Банка құрғақ болуы керек. Енді оның үстіне сәбісімізді, картофымызды дәл осы видеодағыдай етіп салып шығамыз. Үстіне тұз бұрышымызды салып, бетіне 50-60 граммдай сары майымызды салып, бетін ауа шықпастай етіп, фольгамен әбден ығыздап жабамыз. Енді осы банкамызды алдын ала қызып тұрған пешімізге салып 180-200 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің асымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.